Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Бұл видеода Аланияның базар бағасын көрсеткім келіп тұр. Барлық бағаларды видеоның ішінде көрсетемін. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Біз базарға бара жатырмыз. Субботний базар дейді. Осындай базар әр сенбі сайын қалаға келеді. 6 евродан бірдеңе сатып отыр. Иә. Бәрі евромен жазылып тұр. Бес. Иә. Мына жерден бар? 4 теңге. Осындай кішкентай анар шырыны 5 лира тұрады. Базардан. Натуральный. Что? Bu da 3 pa. Hepsi de 3. Üçünü de karıştırabilirsin. Buyurun. Ya iyi değil. 10 kilo. 1 tonne. Oo, de şu. Фону болған жоқ мұнда, дым фону жоқ. Базардан келдік. Грибы, зелень. Так, мандарин, черри. Брокколи. Сыр. Картошка. Клубника. Осындай біз қолдың сүтін алдық. Сиырдың сүті. Бұл видеоны біз негізі лира валютасының құны түскеннен бұрын жаздық. Бірақ негізі базарда бағалары қатты өзгерген жоқ. Мысалы, Қазақстан валютасымен есептесек, бізге өте арзан болып шығады. Бірінші келген күндері біз жеміс-жидектерді супермаркеттерден, магазиндерден алатынбыз. Сосын бір күні біздің түрік досымыз айтқан, ярмаркада екі есе арзан деп. Содан бері біз жеміс-жидектерді әр сенбі сайын тек базардан аламыз. Қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Пайдалы әрі қызық болды деп үміттенемін. Біздің каналымызға подписка жасап, видеоға лайк қойыңызды сұраймын. Келесі видеоға дейін сау саламатты болыңыз.